қалдым. Мен өзім бұл жерге келем деп ойламадым. Неге десеңіздер, үйде жатқан жерімнен шұғыл қоңырау келіп, осы жерге тап болдым. Бұл жерге не үшін келдім? Қазір алдағы уақытта айтатын болам. Сол үшін бірінші каналға жазылып, лайктарыңыз басып, комментарияларыңыз жазып, видеоның соңынан әрине қолдау білдіріп кетіңіздер. Ал біз кеттік. Осындай бір керемет жер екен. Маған өте қатты ұнап тұр. Бір атмосфераны беріп тұр кәдімгі. Бұл енді көп жерде Корея болғаннан кейін тек қана кәрістердің үлкен рестораны деп ойлау мүмкін. Бұл жақта жоқ. Орыс тілдегі этнический кәрістер бар ғой. Сол кісілердің де ресторандары бар. Келіп орысша сөйлесіп, жалдап орыс жақта отырып, одан да бөлек қызықты нәрселер жасауға болады. Менің жұмысым бұл жақта әдемілеп видеоға түсіру болып тұр. Он не только, вы смотрите, он ионизирует воздух, очищает от микробов, увлажняет и, в общем, делает качественный сон. Все естен, да? Күшті. Андай массажный креслолар бар, өте керемет. Ойбай! Жерге келсеңіздер тек прям иістің өзі бір атмосфераны береді ғой. Алена деген кісі, осы кісі маған рум-тур жасап жүр. Сіздерге де көрсетемін. Не бар, не жоқ екен. Все лепешки, все шашлыки, все делают. Мына жақта қолдан жасалынатын тандырлар бар ғой, міне осы жерден прям өздері жасап, ыстықтай алдыңызға қояды екен. Мына жақта көрейік. Вот еще один зал. Мына мынандай кішігірім зал да бар. Мынау не деген зал, мынау. Наверное, свадьба можно, да? Да, свадьба. Күшті мынау. Даже корпоратив. Сейчас вы можете так это оставить, я сейчас включу вам начинающий момент. Дискотека ғой, наның іші дискотека ғой. Дикс. Дискотека ғой, наның іші. Келіңіздер, короче. Үйлену тойыңызға жасасаңыз болады. Мүмкін кеп қалармын мен. Осы Кореяда тұрып жүрген жандар болса, осы жаққа кеп, емін-еркін кеп, тойларыңызды, банкеттеріңіз жасасаңыздар болады. Осындай бір керемет жерде бар екен, шағын ғана. Бір арнайы кеп, достарыңмен туған күніңді тойласаң да, басқа да бір қуаныш болса да осы жаққа келіп, атап өтуге болатын тұрарлықтай жер екен. Маған өте ұнады. Бірақ енді сырт жағын көрсетпей ақ қойын. Или көрсетейін ба? Көрсете салайын. Маған енді өзіме қатты ұнап тұрған жоқ, бірақтан сонда да сіздер сұраған екен көрсетейін. Міне, енді анау ар жағында тұрған, анау тұрған тауы, қыр ғой былай айтқанда. Осындай бір таудың жанында орналасқан жер екен. Айналар енді мән бермейміз. Яқта Март деген сауда орталығы бар екен. Короче, оқи алам, бірақ оқи ала тұра сөздерін түсінбеген екен қиын ғой. Кәріс тілін анау айтқандай білмеймін. Анау айтқанда емес, вообще білмеймін десем болады. Бір 3% білетін шығарым. Енді осы бүгінгі қуанышқа келіп отқан қонақтардың арасында қазақ қызы осы Кореяда жүр қазіргі таңда. Енді қазір влогтың барысында сіздермен таныстыратын болам, көрсететін болам. Біраз адам оны көріп білетін де шығар. Бүгінгі күнге осы кісімен жолығу бізге бұйырыпты. Бұл кісімен жақсылап танысамыз қазір. Мүмкін бұл кісінің курсын алып, ары қарай біліміміз толықтырып, жаңағы 3%-ті бір 60%-ке, 60%, 90%-ке көтереміз деген ойдамыз, короче. Құдай қаласа. Негізгі қонақтарымызды күтіп отырмыз қазір. Күтіп шаршадым, шыным керек. Ананы түсірдім, мынаны түсірдім, барып. Керек деген нәрселерін бәрін түсіріп алдым, бірақ түсіретін нәрсе қалмады. Сізге жете алмай жатырмын, әпке. Құлқынай әпкеміз. Бұл кісімен біраздан бері көрем, таним. Сізге жете алмай жүр, әпке. Шынымды айтсам бар ғой. Мен оқырмандарыма бет сәлем деп қойыңызшы. Жаным әпке. Рахмет. Бұл кісінің сабақтары, енді курстары бар бұл кісінің. Сторисіңіз бірақ обязательно үзбей қарайын. Шынымды айтам. Рахмет. Бұл кісіні көп адам танитын да шығар. Құлқынай деген YouTube арнасында, сол арнаның авторы, сол жерде түрлі видеолар, қызықты видеолар шығарады. Өзім көрем, өзім қызғам, өзіме қызық енді ол. Не істесек болады енді? Тамақ жейміз бе?
Короче, мын жака конактардын алды домбурамен келип жатыр да. Домбурамен келип жатыр деген экен болду го мисалы. Карап турсаңчы. Казакча көйлекпен кәдимгидей. Күчтүү го былай карап турсаң. Басты конак келди. Дұрыс таптыңыздар, я? Сіздер ойлағандай, Сәкен Майғазиев ағамыз ат терлетіп Қазақстаннан Корея Республикасына келіп қапты. Сіздер Қазақстаннан келіп отырсыздар, я? Сәлем берді, қазақ еліне келіп отырмыз. Қалайсыздар? Өздеріңізбен қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Біз қуаныштымыз. Ал сізге сәттілік. Жанар әпшелерім келіп отыр мына Ассалаумағалейкум, құрметті Корея елде жиналған біздің қандастарымыз. Алматы, Шымкент. Шымкенттер ақ жақта отыр ғой. Тараз. Қазақша, орысша, на русском, казахстанский. Шымкент. С какого города? Шымкенттер мына жақта отыр екен ғой. Беларусь. Не только казахстанцы, у нас есть еще и белорусы. Сәкен ағамыз, Жанар Дугалова және де Камила Есқараева, жаңа сіздерге әсем біздің домбырада ойнаған, әсем күйлерін ойнаған Камила Есқараева бір дуғал шамалығын қойшы. Өзімді таныстырып кететін болсам, мен есімім Салықбаев Ербол. Мен кезінде Алау деген топтың мүшесінде ән айтқанбыз. Гүл әпше деген әнді білетіндер бар ма? Біледі екен екі адам. Жақсы, рахмет. Бөлмеден бөлмеге бос сөйлеме, бір-бірінен немізбен сандалып жүр. Өлеңдер өлмеген жүрекке тигізсе кетсе бәрі бір мерген. Мен күтпеген нәрселер болып отыр ғой. Просто үшін атмосфераң көрсетейін. Менің өзім бұндай нәрсені күтпедім, шынымды айтсам. Вообще. Ал енді келесі кезекте осында Қазақстан Республикасының еңбек даңқы ордені иегері Шымкент қаласында Жетіген аспабын және Жетіген мектебінің негізін қалаушы Есқараева Камиладай ханымды құрмет қошеметпен орта қалдырсақ. Жалпы бұл кештің басталғанына примерно бір сағаттан асты. Қошеметті көрдіңіздер ме? Сіздер үшін ба? Өте керемет кеш болып жатыр жалпы. Ондай бір арнайы сценарий жазып, қағазбен дейді жүргізгеннен қарағанда, осындай бір емін еркін форматтағы бір кештер өте парагал. Реклама болады. Şeklinde değil var. Bakanlığı görün. Танысыватырмыз екенбіз. Бұл кісі құрт сатады. Қазақстаннан алдырып. Құрттар өте дәмді. Бірақ әлі дәм көрмедім. Ашин түрін көріп тойып. Не қарап өте керемет дәмі. Ашин просто түрінің өзі дәмді де, түрінің өзі. Тү шіркін-ай, не деген құрт нау. Қазақстаннан келген құрт. Нанда музыкамен. Еліміздің жарық жұлдыздары, ресторандар жарық жұлдыздары, ағаларымыз, әпкелеріміз келіп, баршамыз өмірі алдарыңызға шығып, құлалдайға жайыңызға қуаныш. Достығымызды нығайту мақсатында жасалып жатқан іс-шара
берекелі болсын деп тілейміз. Ұстасқан қолдар мәңгілік болсын, бірге қартайыңдар. Амин. Кім ойлаған Кореяда осындай жастарға біз бата беріп тұрамыз деп. Рахмет жандар, бақытты болыңыздар. Bir-birimizді қолдап жүрейік. Кеттік, жастар, енді кішкене билейік, жарай ма? Кеттік, білеміз. Сәкен аға, Динар ханым, барлығымыз ортаға шайық погромче. Ал, кеттік.